Қайырлы күн ханымдар. Бұнда осындай матрасына резинка тігетін боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен болған Қатира. Онда жұмысымызды бастайық. Бір бет қағазға осылай матрасын өлшемін сызып алам. Маған матрасының өлшемі ені бірде 65 сантиметр болады, ұзындығы 2,55 сантиметр. Сізді диванның көлемін осылай өлшеп аласыздар, ені мен ұзындығын өлшеп аласыздар. Мен соны жанынан тағы да қосамын. 20 сантиметр қосамын, 20 сантиметр қосамыз. Бұл қайырып тіккенге 20 сантиметр қосамыз. Енді осы қосқанды енді мен ұзындығы мен енін есептеп алам, қанша керек маған. Ұзындығы 2,55-ті қосам, нешеге 20-ға. Сонда 275 сантиметр. Ені 1,65-ті қосам 20-ға. 1,75 сантиметр. Сонда маған керек ұзындығын 275 сантиметр, ені 175 сантиметр қиып алатын болам. Өлшеп алдым. Енді мен бұлымды дайындап алдым, алдына да өлшеп барлық дайындап қойдым. Бұл дайын болды, мен 4 қабаттадым. 4 тура ортасына 2 бүктейсіздер. Одан кейін барып тағы да бұлай 2 бүктеп, мына жер көрініп тұрады. Мен маттамды 4 бүктеп алдым. Енді осы аралықты 20 сантиметр болған, мен 18 сантиметр белгілеп алам. 18 сантиметр белгілеп алдым. Енді бұл аралықты қосып алам. Сызып алдым. Енді осы жерді мен қиып тастайтын боламын. Бұлар қиып алып тастаймын. Қиып алып тастадым. Енді осы аралықты мәшеме жүргізіп алам.